Әлқисса осымен сайыстың 4-ші күнде аяқталды. Талапкердің тағдыры шешілер күнде таяп қалды. Жұрт Мәликенің сауалымен Әбілданың жауабына тамсанып разы болды. Тыңдаушының кеудесіне ғылымның сәулесі қонды. Әбілданың даңқы күннен күнге асқақтады. Араб парсы жұрты оның жүзін бір көріп, сөзін естуге құмартып, ұрымға жинала бастады. Ал шалғайдағы елдер ұрымнан келетін керуендерді сарыла күтіп, саудагерлердің аузына телмірді. Оларды жарты күндік жерден күтіп алып, әңгімесін тыңдамай жібермеді. Ертесі күнде ел ертемен сарайға лық толды. Бәрі соңғы күннің сынағы, Мәликенің сұрағы қалай болар екен деп тағатсыздана күтіп отырды. Іштей Әбілданы бұл күннен де сүрінбей өтуін тілеп, дұғаларын қылып жатты. Жаршы биік мінберден соңғы күннің сұрағы басталғанын хабарлады. Жұрт құлақ тұрып, жым-жырт тына қалды. Ұшқан бірді-екілі шыбынның ғана ызың естілді. Патшайымның ызғарлы сұрақтары былай есілді. Адамзатты періштемен жан-жануардан артық етіп, сыр сымбатын ең көркем кейіпке келтірген қай қасиеті? Еркіндік. Адамның көркі еркі. Адамның озалдан ерікті болғандығына не дәлел айтасың? Тәңірі тағала әлмисақта күллі рухты жаратып, сендерді тәрбие етуші ұлық иелерің мен емеспін бе деп сұрады. Күллі рух, уа Тәңірім, әлбетте сенсің құдіретті иеміз деп шуласты. Жаббар хақ, ертең өмір сүргенде баянсызға алданып, құрмақтанға малданып, сайтанға еріп сандалып мені ұмытып кетпейсіңдер ме деп және сұрады. Бүкіл аруақ, жоқ, тіршілікте сені зікір етуден танбаймыз, тура жолдан таймаймыз, иманды қолдан бермейміз, пасыттарға ермейміз деп уәде етті. Егер адамның ерік қалауы болмаса, Тәңірі тағала неліктен адамзаттан серт алып тұр? Періштелерге неліктен мұндай сұрақ қойылмады? Себебі оларға ерік қалауымен таңдау ықтияры берілмеген. Сондықтан да олар бейгүнә хәлде тіршілігін Алланың әмірімен жасай береді. Есесіне дәрежесі де өспейді. Ал адамзат қаласа, періштеден жоғары болады, немесе мақұлықтан төмен айуанға айналып, қор болып өледі. Еркіндіктің хикметі не? Оның хикметі Алланың аманатын арқалау. Алла адамға қандай аманат тапсырды? Ол мейірім махаббат еді. Әлмисақта жаратқан иесі бүйдеді. Мен аманат жаратамын. Тіршілік сахнасында кім оны қорықпай арқалап жүрсе, абыройы бәрінен асқақ болады. Аманатты дұшпанға алдырса, ең сорлы тіршілік иесі де сол болмақ. Аманатты өз еркімен кім алады деп Тәңірісі жар салды. Сол кезде аспан, тау, тас, орман, тоғай, алтын, күміс мұндай ауыр талапқа шыдас бермеді. Олар аманатты ұрлатып алсақ, мәңгі бақи қор боламыз деп қорқты. Сол кезде жаратқанның жамалына шексіз ғашық болған атамыз адам сәпи ойланып жатпастан, мен арқалаймын. Ол не аманат деп сұрады. Тәңіріс айтты. Ол мейірім махаббат. Қазір оны жүрегіңе қондырамын. Одан соң сен ақылды ғана емес, шексіз мейірімді де мақұлыққа айналасың. Мейірім махаббат кеудеңде тұрғанда күллі мақұлыққа жаның ашып, жанды жансызға болысып, еріксіз елжіреп тұрасың. Егер аманатым тал бойыңнан шығып кетсе, тас жүрек зұлымға айналасың. Қияметте кеудеңді ашып тексерем. Сол кезде жүрегіңнен тек қиянат, алдау, арбау, зорлық, зомбылық көретін болсам, айтпады деме. Мәңгі бақи тартқаның азап пен қорлық болады деді. Аманатты ұрлатпаудың бірінші шарты не? Әуретті жерін жабық ұстау. Момындар жалаңаш жүрмейді. Жебірейіл періште Әзіреті пайғамбарға балағын түріп жүруге де рұқсат етпеген. Екінші шарты қандай? Арам асты ішпек тұрмақ жалауға да болмайды. Ұлық Алла Құран кәрімде астың адалын, тамақтың тазасын таңдап, һәм шақтап жеңдір деп бұйырған. Аманатты ұрлатпаудың үшінші шарты не? Мағынасыз әңгіме мен бос сөзден тыйылу. Бос сөз аманаттың қас дұшпаны. Бәдік кісі не болса соны сөйлеп аманатын ұрлатады. Байқамаса жүректе кірленеді. Кірленсе қара тастай түскенеді. Тас жүрек зұлымдықтың бастауы. Сол үшін де Тәңірі тағала қызыл тілді үш қамалдың ішіне қамаған. Олар екі ерін, екі жақ, 32 тіс. Егер сүйексіз тіл осы үш қамалды бұзып өтіп өтірікпен өсекке жегілетін болса, пенденің басы бәледен арылмайды. Өлген соң ішкені ірің, көргені қорлық, тартқаны азап болмақ.
Дененің патшасы кім? Тән патшасы ет жүрек. Жүректің әскері бар ма? Бар. Олар кімдер? Жүректің әскері қол, аяқ, көз, құлақ және басқа да ағзалары. Олар жүректің қызметшілері. Олар туабітті табиғатына сай жүрекке бағынуы тиіс. Ет жүрек оларды жұмсағанда көз көріп, аяқ аттап, қол созылады. Басқа да дене мүшелері солай қимылдайды. Періштелер Тәңірдің құзырында қалай бағынышты болса, дене мүшелері де жүрекке дәл солай бағынуы тиіс. Жүректің ақырғы мұраты не? Әскер оған неге керек? Жүрек Алланың құзырына бет алған. Құран кәрімде Тәңірім бүй дейді. Ақыретте мыңғырған малың мен шұбырған бала шағаңнан пайда жоқ. Алланың құзырына жүрегі кіршіксіз момындар ғана жете алады деді. Олай болса, жүректе Тәңірдің дәргейіне жету үшін ұзақта қиын сапар шеген. Сапарда оны тосатын қатер де мол. Әскер оны сол жаудан қору үшін керек. Олар жүрекке хикметсіз ойды кіргізбес үшін жәрдемші болады. Жүректің азығы не? Азығы ілім. Ілімді жүрекке жеткеретін не нәрсе? Игілікті амалдар. Бұ дүниенің хикметі не? Адамзат үнемі сапарда. Бұ дүние сапар кезінде керуен тоқтайтын уақытша сарай. Себебі кірпіш тән жүректің көлігі. Ендеше жүрек те сапарда жүр. Жол жүру үшін қуат керек. Біз игі амалдармен жүрекке нәр береміз. Соның қуатымен жүрек өзінің илляхи сапарын жалғастырады. Бұл сапарда нені неден қорғауға міндеттіміз? Сапарда тәніміз жүректің көлігі болғандықтан оны күтіп ұстауымыз керек. Денеге зиянды нәрсені дарытпауға тиіспіз. Дүниедегі ең үлкен бақытсыздық не? Жүректің өлуі. Жүректің өлуі деген не? Жүректің дүние рахаты мен қызығына толық байланып бітуі. Ол неден болады? Жүректе қайрат пен қалау бар. Осы екеуі асау болады. Кейде жүрекке бағынбай кетеді. Олар жүрекке үстем келіп, дегендерін жасатса, ет жүрек ақыры жеңіледі. Сол кезде сапары қиылады. Асыл мұратынан көз жазады. Тәңірі тағала Құранда Жүсіп пайғамбар қиссасында бүйдеді. Бұл жай адам емес. Негізінде ғажайып бір періште дерсің. Осы аятта ашықта адам періште сипат бола ала ма? Мысалмен ұқтыр. Жүк артқанда ат пен есекте ортақ қызмет атқарады. Олардың айырмасы есепке алынбайды. Бәлкім есек төзімді һәм пайдалы жануар саналар. Аттың хикметі майданда анық көрінеді. Есі дұрыс батыр соғыста есек емес тұлпар міне. Атпен жауға шабасың, қашсаң құтыласың. Адам да сол сияқты. Ішіп жеп тұқым көбейткенде жан-жануардан айырмасы шамалы. Бірақ Алланың ұлықтығын танып, жүрек көзін ашса, кәміл адамға айналады. Осы жолдан таймаса, періште сипатына ұласады. Ілім неше сатыдан тұрады? Ілім білім 1000 сатыдан тұрады. Оның 999 бұтағын әдеп қана құрады. Әдепсізді әулиенің наласы кеп тұрады. Бір сатысы ғана талапкерді білімге қарай бұрады. Адамның бітіспес дұшпаны кім? Ол ібіліс сайтан. Ұлық Алла Құран кәрімде бүйдеп ескертті. Әй адам ұрпағы, сенің жауың сайтан. Оны дұшпандыққа ұста. Онымен өлгенше күресіп өт. Ғапылдық қылсаң дұшпаның иманды ұрлайды. Түркі жұртындағы дінде жүріп дос ізде дұшпан өзақ табылады деген тәмсіл содан қалған. Иманның гауһарын күзету үшін көңілге қанша қорған саламыз? 4 түрлі қорған саламыз. Біріншісі алтын қорған. Ол Тәңірдің парызы. Бас көзінен қашамын деп, жүрек көзін ашамын деп, нәпсі кедергісінен асамын деп, хақтың жолына белсеніп шыққан мейірімді момындар Алланың парызына бекем болады. Мен болдым, толдым, астым, тастым деп парызды жеңілдікке санаса, иманын ұры қалдырады. Екіншісі күміс қорған. Ол пайғамбар сүндеті. Хақ Расулдың іс-әрекеті мен өмір сүру өрнегі. Сүндет әр істе әділ болып қарағылды қағжару. Тәулік бойы айнымас бір халде жүру. Бұл мақамда момынға жұмсақ, кәуірге қатты боласың. Өсектен қорқып, ақиқат алаңынан кері шегінуге ақың жоқ. Сүндетті ұстанбайтын мұсылманда иман болмайды.
үшінші қорған сом темірден соғылған. Мемлекеттің жалпыға ортақ заңы. Заң орындалмаса елде бұлғақ басталып, бүлік шығады. Арты соғысқа ұласады. Сол үшін момындар заңнан аттамайды. Соңғы қорған кесектен қаланған. Ол Құран рухымен үндескен салт сана мен әдет ғұрып. Бұқара халық ғұламалар сияқты кітап оқи алмайды. Хәкімдер сияқты заңды меңгере алмайды. Олар салт дәстүрмен берекелі тіршілік кешеді. Бұл қорғанды қаламаған пенде ақырында иманын ұры қалдырады. Қандай пенде Тәңірді бір деп танымайды? Елдің ынтымағын ойламаған мұсылман Алланы бір деп біле алмайды. Мұсаның қауымы бірде күнәға ұрынды. Тәңірі тағала оларға қаһарланды. Бәле жіберіп қауымды жазаламақ болды. Ұлық Құдай Мұсаға бүйдеді. 3 түрлі бәле бар. Біреуін таңдаңдар, соны жіберемін деп. Мұса жұртына келіп Алланың шартын естіртті. Бірі аштық, бірі ауру, үшіншісі алауыздық. Қауымдағы абыздар мен ақсақалдар ақылдаса келіп, ұлық Алла не аштық, не ауру жіберсін. Бірақ алауыз болмайық. Ынтымағы кеткен елдің қыздары күң болар, ұлдары құл болар деді. Мұса өз жұртының таңдауын айтты. Алла оған риза болып, елдің ынтымағын ойламаған ер мені бір деп тани алмайды. Ынтымақ үшін күрестіңдер. Сол үшін сендерге кешірім жасаймын деді. Әйел заты қандай жағдайда әулие баланы дүниеге келтіреді? Ер азаматтың көкірегі жүкті болмай, ұрпағы текті болмайды. Ер азаматтың көкірегі немен жүкті болады? Шермен. Азамат ердің ішінде ат басындай шер қатады. Ол шер елдің қамынан құралады. Елдің ертеңін ойламайтын жігітті мігіт дейді. Мігіттің көкірегі қуыс болады. Көкірегі қуыс еркектің әйелі де көңілсіз келеді. Көңілсіз қатыннан көтені жоқ бала туады. Құс бұ дүниеде 2 рет туылады деп айтады. Әуелі жұмыртқа боп туылады. Сосын балапан жұмыртқаны жарып, жарық әлемнің есігін ашады. Адам да құс сияқты 2 рет туады. Қай кезде? Адам 9 ай 9 күн толғанда жатырды жарып, сәби болып туады. Кемелдікке келгенде ақылдың нұры, сабырдың қылышы, рухтың қайратымен өзімшіл нәпсінің жатырын тіліп, әулие болып, 18 мың ғаламның есігін ашады. Адамның жүрегін қара тастай қатырып, өлтіріп қоятын ең қауіпті бола тұра өте елеусіз нәрсе не? Арзан күлкі, бос сөз, мағынасыз әңгіме. Ғапыл жұрт бұларды осыншалықты қатерлі деп санамайды. Адамды ашудан сақтайтын не нәрсе? Ақыл мен сабыр. 3 нәрсе бар, бірақ үшеуінде 3 нәрсе жоқ. Біреудің басы барда ақылы жоқ. Біреудің ғылымы барда амалы жоқ. Біреудің байлығы барда қайыры жоқ. Бір жүйрік көрдім. Шашасына шаң жұқпайды. Көзді ашып жұмғанша әлемнің 4 бұрышын түгел кезеді. Ол не жүйрік? Адамның ойы. Түркі жұртында көңілі жүйрік пе, көк дөнен жүйрік пе деген сөз осыдан қалған. Бір үй көрдім. Үй ішіне науқас көрдім. Науқас тырбаңдап дертіне дауа іздейді, бірақ таба алмайды. Ол дерттен барлық адам қорқады, бірақ торына тұтылмай өтпейді. Ол не дерт? Ол кәрілік. Ақмақ патшалар соның дауасын табам деп бүкіл қазынасын тауысқан. Бірақ қарттықтың дауасы жоқ. Бір асыл тәжді көрдім, бірақ бағасы жоқ. Оған қарай ұмтылған іні менен ағасы жоқ. Бағасы жоқ асыл тас ақыл. Ақыл деген денеге егілу дән. Су арылса кірет, оған да жан. Шын ақыл қалай сөйлейді? Шын ақыл аузын жауып, ділін ашады. Қанша нәрсе егіз болып жаратылған? 8 нәрсе. Олар күн мен түн, пейіш пен тозақ, бай мен кедей, бақ пен сор, ғалым мен надан, ер мен әйел, өмір мен өлім, қуаныш пен қайғы. Дүниенің қаттылығы не? Дүниенің қаттылығы жоқшылық. Жомарттың қолын жоқтық байлайды. Ғалымның аяғын тұсайды. Момынның табанына тастай батады. Келгенше қонақты ұялтады.
Келген соң үй иесін ұялтар. Осыны пайдаланып, надан байлар ілімді момыннан төрге озар. Кедейшілік кесірінен көпшіліктің пейілі тозар. Адам жастықтың желігімен қартайған байқамай қалады. Оған қарттықты алғаш рет естіртетін кім? Самай шашы. Аққырау алдымен самайға түседі. Есі бар еркек самай шашын көргенде желікке тоқтау салып, қазыналы қарттыққа дайындалады. Қарттық неден қорқады? Қарттық жасына лайық сөз ұстамаудан қорқады. Қазыналы қарттық кісіге тек қуаныш сыйлайды. Өлімнің қандай жақын үш досы бар? Бір досы дерт, бір досы торығу, бір досы ұйқы. Бір нәрсенің аты бар да заты жоқ. Ол нәрсені жұрт айтуға ерінбейді. Бірақ көптің көзіне көрінбейді. Ол не? Ол адамның иманы. Адамның 4 қымбат асылы бар. Ол қайсы? Бірінші ар ұяты, екіншісі мейірі, үшіншісі ақылы, төртіншісі қанағаты. Не нәрсе адамда еріксіз? 3 нәрсе. Еріксіз туу, еріксіз қартаю, еріксіз өлу. Момынның ең өткір қылышы не? Ғайыпқа деген сенімі. Адамда неше ғайып бар? Әуелі ажал ғайып, күтпеген қонақ ғайып, тосыннан келетін несібе ғайып. Көкірекке 3 нәрсе сәуле салады. Олар нелер? Ғылым, өнер, сұхбат. 2 жолдас бар. Тізе қосып тұрғанда дүниенің түбін сіледі. Тауды орыннан көшіреді. Екеуін бір-бірінен айырып, ешкімнің жолдас қылып алуына көнбейтін не нәрсе? 2 жолдас, жан мен тән. Кісінің қолына түспейтұғын, еккенмен бітпейтұғын, қуғанмен жетпейтұғын не нәрсе? Сабыр. 3 нәрсе тұрақсыз. Қай уақытта жалт беріп, уыстан шығып кетерін ешқашан болжай алмайсың. Бірі жан, екіншісі дәулет, үшіншісі сыр. Шүкіршілік етуден де тәтті не бар? Көкірек көз ашылған әулие ғұлама кісілермен әңгіме сұхбат құру. 5 қымбат бар. Олар не? Олар иман, ақыл, сабыр, шүкір, әдеп. Көктемнің қанша түрі бар? 3 түрі. Біріншісін рәби набат деп аталады. Ол өсімдіктердің көктемі. Адамның айналасын қолпыртып түрлендіретін көктем. Барша тіршілікті мұз құрсауынан босатып көзге көрінетін табиғатқа нәр береді. Екіншісі рәби абдана деп аталады. Бұл денелердің көктемі. Көзге көрінетін табиғатты ақыл көзімен барлап, хикметін ашуға ұмтылған адамның кеудесінде пайда болатын көктем. Адам әр нәрседен ғибрат алып, Алланың құдіретіне пікір еткен сайын жан сарайы құлпырып, көктемдей түрге енеді. Үшіншісі рәби құллуб деп аталады. Бұл жүректердің көктемі. Мұз құрсауынан босанған жер ана сияқты, адамның жүрегі де қатып қалған кірден тазарып, тіріліп бастайды. Мен ұрымның патшасымын. Қазынам толған байлық. Есебіне ешкім жете алмайды. Менің байлығымды есептеп бере аласың ба? Төкте қиын емес. Сіз бір алып кемеге мініп, көштіңіз делік. Бүкіл қазына байлығыңызды артып алғансыз. Кенет мұхитта дауыл тұрып, кемеңіз қирады. Бүкіл дүниеңіз теңіздің түбіне кетті. Өзіңіз бір тақтайға жабысып, жағаға жеттіңіз. Бөтен жұрт жайлаған айдаладағы аралға жеткенде, тұла бойыңызда қандай өнер, білім, ақыл, сана, ой пікір тұрған болса, мәңгілік байлығыңыз сол ғана деп біліңіз. 2 түрлі қабір бар. Олар не? Бірінші қабір көр. Көрге қойылған марқұм жарыққа қайта шықпайды. Екіншісі адамның көңілі. Ол да сыр сақтайтын қабір. Нағыз момындар сырға берік болады. Айтылған құпия мен сыр оның көңіліне бір рет кірген соң, аузынан қайта шықпайды. Өлгенде бірге көміледі. Аң, құс пен жан-жануардың қабірі қайда? Олардың қабірі адамның асқазаны. Ұшқан құс, жүзген балық, жүгірген аң пенденің асқазанына келіп жерленеді.
кей надандар өздерін әулие әнбиемен теңдереді. Олар да адам, біз де адамбыз. Олардың бізден артықшылығы жоқ дер. Әулие де ұйықтайды, ас ішеді, шаршайды, қартыққа жеңіледі, жоқтыққа жұтылады. Керек десең, пайғамбардың өзі Құран кәрімде мен де сендер секілді бәшәрмін, яғни ет пен сүйектен жаралған адаммын деді. Ендеше біз де сондаймыз дейді. Осыған не уәж айтасың? Тұранның даласын екі түрлі киік жайлайды. Олар бір жерде жайылып, бір суаттан су ішеді. Бірінен жағымсыз иісі мүңкиді, екіншісінен жұпар иісі аңқиды. Керек десең, одан әтір жасайды. Екі түрлі қамыс бар, екеуі де бір көлде өседі. Бірінің іші қуыс, екіншісінің тұла бойы тұнған қан. Кең далада екі түрлі ара гүл мен шөпті аралап ұшып жүр. Гүлдерге бірге қонады. Біреуі у береді, екіншісі бал шығарады. Адамдар да дәл солай. Сырт келбеті ұқсас келгенімен, ішкі сарайы өзгеше болады.